Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз зона 51 туралы шынайы шындықтарды айтатын боламыз. Ал біз видеоға кеттік. Зонаға кіре алмайтын болыпты. Бірақ сол кезде зона 51-де жұмыс жасайтын бір адамды құпия түрде журналистер фотоға түсіріп алып, ал сосын оның үйін тауып, үйіне барыпты. Сол адаммен үлкен ақшаға келісіп, зона 51 туралы бірнеше мәліметтер алыпты. Яғни Эбигейл деген проект туралы айтылыпты. Эбигейл дейтін бұл адамның аты. Яғни Эбигейл Вестер бұл осы зона 51-де жасайтын ғалым Альберт Вестердің қызы болыпты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Гитлердің әскерінің соғыстағы жақсы көрсеткіштері ғылым эксперименттерінің арқасында болған депті. Сол үшін ақш елдері де өздері ғылыми эксперимент жасағысы келген болатын. Олардың мақсаты супер универсалдық солдат жасау болды. Яғни мысалға келтіретін болсақ, Марвел фильміндегі Капитан Америка сияқты. Бірақ шын өмірде. Бірақ әрине ешбір адам экспериментке рұқсатын бермеді. Өйткені ешкім өзінің өмірі мен денсаулығын қауіпке тудырғысы келмейді. Осы экспериментті жасағысы келген Альберт өзінің қызын Эбигейлге жасауды шешті. Әрине қызда оған қарсы болмады. Өйткені өзінің әкесіне толығымен сенді. Сонымен эксперимент басталды. Әрине ойдағыдай болмады. Өте үлкен радиация мөлшері болғасын Эбигейлдің беті деформацияға ұшырап, беті мутацияланып бара жатты. Тістері өзгеріп, ақшылдау әдемі шаштары арып, өлі түске айналды. Әрине осылайдан кейін Альберттің жұмыс достары оған бұл экспериментті қой деп айтқан болатын. Бірақ Альберт жұмысын бастап қойғасын әрі қарай жалғастыруды бет көрді. Осыдан кейін бірнеше жылдар бойы Альберт қызына эксперимент жасаған болатын. ақш елдері Альбертке ақша жағынан қолдау беруді жалғастырған болатын. Бірақ уақыт өте ешқандай бұл экспериментте нәтиже болмағасын қаржы бөлуді қойып, Эбигейл деген проектті жауып тастапты. Адамдардың айтуы бойынша Эбигейлдің бойы 3 метрге дейін жақын болыпты. Ал оның денесі мүлдем адамдыкіне емес, жануардыкіне ұқсап кетіпті. Альберт осыдан кейін көп ұзамай өзіне қол жұмсапты. Бірақ өлмей тұрып қоштасу хатын жазып кетіпті. Хатта Эбигейлді өлтірмей, тірі қалдырыңдар деген сұрау қалдырыпты. Адамдар Эбигейлға не істейтінін білмей, оны қамауда ұстауды жалғастырады. Бірақ ақш елдері айтқанымыздай, бұл проектке ақша бөлмегесін күзеттердің жартысы да болмайды. Соның кесінен бір күні Эбигейлда базадан қашып шығады. Қашу барысында екі күзетті өлтіріп те үлгереді. Адамдардың айтуы бойынша күзеттерден атылған оқтар Эбигейлға ешқандай зардап бермепті. Базадан қашқан Эбигейл алыс жерге кетіп, тығылып қалыпты. Соған қарағанда шынымен де эксперимент бір жағынан жүзеге асты деп айтуға болады. Өйткені адам шынымен де өлмейтін мықты қаруға айналды. Бірақ өкінішке орай мисыз, қорқынышты хайуанды жақсы нәтиже деп айту дұрыс емес. Міне осындай қызықты аңыздар бар зона 51 туралы. Бәлкім бұның бәрі өтірік. Достар, ол зонада инопланетян емес. Ол жерде жаман, жабайы адам болды. Осылайша, енді ол жер қай жер екенін деректірек айтайын. Және мен ол жер қай жер екенін көрсетемін. Бұл жерде, картада бұл жерде көрінбесін деп, жай ғана осылайынан тым да көрінбейтін қып қойған. Ал оның жақындаса қараңыздар. Бұл таза лаборатория. Осы жер міне дәл осындай. Сіздер де бұнда картаға төбесіне зона 51 десеңіздер, осы нәрсе шығады, одан кейін жақындаңыздар. Осымен біздің видеомыз аяқталады. Аман сау болыңыздар.